Халықты әлеуметтік қорғау үкімет саясатының ең басты басымдығы. Мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері толығымен орындалуда. Бюджеттің жартысынан көбі осы салаға бағытталып отыр. 5 жылда ең төменгі жалақы 2 есеге ұлғайды. Бұл 1.800.000 азаматты қамтыды. Колледж студенттеріне стипендия мөлшері 50%-ға, бакалавриатқа 20%-ға, магистратура мен докторантураға 15%-ға артты. 1 қыркүйектен бастап 445.000 студенттің стипендиясы өседі. 1.700.000 мектеп оқушыларын, сондай-ақ балабақшадағы 100.000-ға жуық баланы тегін тамақтандыруды мемлекет толықтай өз мойнына алды. Оған бюджеттен 179 миллиард теңге бөлінді. Сонымен қатар, зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлер үшін әлеуметтік төлем енгізілді. Бүгінде 1.700.000.000 теңге көлемінде аталған төлемді 9.000-нан астам жұмысшы алды.